Исатай Әбдікәрімов атындағы агротехникалық жоғары колледжінде 2023 қараша аралығында Германиядан SES Senior Experten Service бағдарламасы аясында келген энергетика саласындағы тәжірибелі сарапшы Курт Ричард Дингтің қатысуымен бірқатар іс-шаралар өткізілуде. Колледж қызметкерлері мен оқытушыларының біліктілігін арттыру мақсатында ұйымдастырылған бағдарлама SES сарапшыларының қызметтерін пайдалануға негізделген. Курт Дингтің дәрістері неміс білім беру жүйесінен бастап техникалық білім беру бағдарламалары мен инженерлік құралдарға дейінгі көптеген тақырыптарды қамтиды. Ол сенсорлар мен сигналдарды өңдеу әдістерімен және құралдар мен электронды құрылғыларда қолданылатын есептеу жүйелерінің негіздерімен, электронды және электрлік параметрлерді өлшеуге арналған зертханалық құралдармен, өндірістік процесстерді автоматтандыруға арналған бағдарламаланатын логикалық контролерлермен, роботтар құрылғысымен және оларды басқару жүйелерімен, автоматтандыру технологиялармен және осы саладағы заманауи құралдармен бөліседі. During my work, I am retired and I am here during my retirement time. Қазақстанға алғаш рет келуі, бұған дейін әлемнің бірнеше мемлекеттерінде болып өз тәжірибемен бөлісті. Атап айтқанда Белоруссия, Үндістан, Болгария, Индонезия, Эквадор, Колумбия, Қытай. Біздің ұйымда зейнеткерлікке шыққан немесе еңбек қызметінен үзіліс жасаған тәжірибелі мамандар жұмыс жасайды. Әрбір ұсынылған жобаға біздің тәжірибелі мамандар қызығушылықпен қатысып, білген түйгендермен бөліседі. Айта кететінім, екі ел арасында оқу жүйесінде ұқсастықтар бар. Бірақ біздің мемлекетте студенттер практика кезінде көп уақыттарын компанияларда өткізеді. Ал ерекшелігі Германияда студенттер компаниялардың демеушілігімен білім алады. Курт Ричард Динг Германиядағы кәсіптік және техникалық білім беру жүйесінің артықшылықтарына ерекше назар аударады. Бұдан бөлек профессор Курт Германиядағы кәсіптік және техникалық білім беру жүйесінің артықшылықтарын түсіндіруде. Биылғы жылдың 4-7 желтоқсан аралығында APEC тренинг центр ұйым арқылы халықаралық салалық аккредиттеудің соңғы 4-ші кезеңі жүзеге асады. Аталған жұмыстардың нәтижесінде SES сарапшысының келуі энергетика саласы бойынша халықаралық салалық аккредиттеуден өтетін оқытушылар мен оқушылардың тәжірибелік жұмыстар нәтижелі болуына өз көмегін бермек. Жаңа CIS компаниясымен жаңа қоғамдық бірлестік арқылы біз келісімшарт жасап, бұл негізі Қазақстан Республикасы мен Германия елінің арасында меморандум негізінде жасалған CIS деген компания. CIS компаниясының негізгі мақсаты ол сообщество старших экспертов, олар пенсияға шыққан үлкен кісілер, бірақ әлі берері білікті мамандар, көп білікті мамандар, міне солар өздерінің білген іс тәжірибелерін таратқылары келеді, соларда бөліскілер келеді. Сондай мақсатта біздің елімізге келді. 2 мен 23 аралығында біздің колледждің базасында біздің мұғалімдерімізді біліктіліктен өткізу үшін, тәжірибе алмасу үшін келді. Және тағы бір несі мақсаты, біз 2020 жылы жас маман проектісі бойынша, жобасы бойынша біз Luxnoil деген Германияның заводынан стендтер алған болатын тұғымыз. Сол стендтер, енді ол Германияның болғандықтан, бұл кісі де Германиядан келгендіктен бізге бұл тиімді болып тұр. Өзінің іс тәжірибесін және сол тікелей заводпен байланыса отырып, бізде барлық стендтермен бұл кісі жұмыс жасап жатыр. Мұғалімдерді үйретіп жатыр. Өзінің білгенін, бұнымен біз мұғалімдердің біліктілігі артып жатыр. Оқушыларымызды қосамыз ертең тағы да келесі аптадан бастап. Бұл бірінші апта болғандықтан қазір тек мұғалімдермен жұмыс жасап жатыр. Курт Ричард Дингтің сапары қазақстандық білім беру жүйесін дамытуға және білім мен ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға қосқан құнды үлес болып табылады. Ол жазды Ержан Сүлейменов, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.